Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай тез жасалатын салатты ұсынғым келіп отыр. Бұл салатты палау жасағанда жасасаңыз күшті кетеді. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай. Видеом ұнаса каналыма тіркеліп лайк басыңыз. Бізге ең алдымен редька, бұрыш және тұз қажет болады. Редьканы бірінші теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өту қиындау болады, себебі редька қатты болғандықтан қиындау өтеді. Теркадан күш керек. Міне осындай қылып өткізіп алдым барлығын. Сосын мен дәмі үшін укроп пен петрушка қостым. Сіз қажет заттарды описанияға қалдырамын. Сол жерден қарайсыздар. Майдалап турап алдым укроп пен петрушкамды. Және оның үстіне бұрыш қостым. Ащы болғанды жақсы көргендіктен мен ащылау қылып жасадым. Бұрыш көбірек қосып, сосын тұз қостым. Бұрыш пен тұзды дәміне қарай қоссаңыздар болады. Бұрыш ұнамаса, тек тұзбен қана жасасаңыздар болады. Сосын жақсылап араластырамыз. Міне осылай араластырып болдық. Осындай болып шығады салатымыз. Тез дайындалады, 5 минут уақытыңызды алмайды. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Видеом ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.